Антропогенез – адамның пайда болуы және даму процесі. Бұл үрдіс миллиондаған жылдар бойы жүріп, бірнеше маңызды кезеңдерден өткен. Антропогенездің кезеңдері – архантроптар, палеантроптар, неантроптар. Ежелгі ата-бабаларымыз бастапқыда 4 аяқпен жүрген, кейін 2 аяқпен жүруге бейімделді. Арқа омыртқасы түзу болды. Жамбас сүйегі кеңейіп, 2 аяқпен жүру мүмкіндігі болды. Архантроптар – ежелгі адамдар. Бұлар тік жүретін адам түріне жатады, 1,5-2 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Бұл кезеңде адамдар әлі толықтай дамымаған, қоршаған ортаның қатерлеріне тәуелді болған. Сондықтан архантроптардың қорқақтығы олардың тірі қалу үшін табиғи бейімделуі болды. Бейтаныс дыбыстар, жануарлар, адамдар олар үшін қауіп болуы мүмкін деп есептелді. Сондықтан сақтық пен қорқыныш олардың тірі қалуына көмектесті. Палеолит шамамен 2,5 миллион 12 мың жыл бұрын. Ежелгі адамдар ең алғаш тасты құрал ретінде пайдаланған. Тастарды ұрып, жарып, қашап, қарапайым құралдар жасады. Тас дәуірінің кезеңдері – палеолит, мезолит, неолит. Аң аулау ең негізгі тіршілік көзі болды. Адамдар аңды тас құралдармен, кейін найзамен, отпен аулады. Үлкен аңдарды топтасып аулады. Мамонт, бұғы, жабайы жылқы, садақ пен жебе бұл кезеңнің соңында пайда бола бастады. Аң аулау ең белсенді түрде палеолит дәуірінде болды. Бұл кезеңде адамдар аң аулау арқылы тірі қалды, құрал жасап үйренді, қауымдасып өмір сүре бастады. Неоантроптар – қазіргі адам, бұл яғни саналы адам. Олар эволюцияның ең соңғы кезеңде пайда болған, бізге ең жақын бүгінгі адамдардың тікелей арғы тегі. Пайда болған уақыты шамамен 40-50 мың жыл бұрын. Сыртқы бейнесі қазіргі адамға ұқсас, тік жүретін, үлкен маңдайлы, ойлау қабілеті дамыған, миы көлемі орта есеппен 1350 см куб.